Орыс, жүрегім қазақ деп айтатынмын. Мен орыспын, бірақ мен міндетті түрде қазақ жігітке тұрмысқа шығамын. Менің қалыңмалым 20 миллион теңге. Бұл қалыңмал ақталады, себебі мен болашақ күйеуімнің жан досы да, қолдаушысы да бола аламын. Мен орыспын, бірақ қазақша ойланамын, және де өлә, қойсай, қасқа, десеңя деген сөздерді әңгіме айтқанда жиі қосамын. Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген, жүргегімде таныстым мұң тілімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен орыс ұлтынанмын, алайда қазақша сөйлеймін, өйткені бұл менің таңдауым. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Эфирде Барыс Медиа, студияда Нигара Джандиева. Бүгінгі эфиріміздің қонағы блогер, СММ маманы, әлеуметтік желіде көпшіліктің назарын аударған, жүрегі қазақ деп соққан Алина Серегина. Қош келдіңіз, Алина ханым. Рахмет, қайырлы кеш, барлықтарыңызға, шақыртуларыңызға рахмет, қуана келіп отырмын. Құрметті көрермендер, эфир бастамас бұрын арнамызға жазылып, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдайық, дамытайық. Ең алдымен, Алина ханым, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Менің есімім Алина Сергеевна. Жасым 22-де. Қазіргі таңда жұмыс жасаймын, осы СММ саласы бойынша жұмыс істеймін. СДУ университетін тәмамдадым, журналистика мамандығы бойынша, бірақ мамандық бойынша әлі жұмыс істеп үлгерген жоқпын. Тағы не айтсам болады, Алматы облысы Қарғалы ауылында тұрамын. Қазіргі таңда өзім Алматыда туылдым, бірақ Алматының шет жағасында әжемен бірге тұрамын қазіргі таңда. Өмір жолыңыз жалпы бүгінде сіз қазақ тілінде еркін сөйлейсіз, я? Соны қайдан үйрендіңіз, қайдан білдіңіз? Сол блогер болып бастағанның басты тақырыбы сол болды. Негізі мен қазақ тілін балалар үйінде үйренгенімді салған кезде ол кәдімгідей жарды да. Көбісі мені хайповать етіп жүр деп ойлады, бірақ олай емес. Расымен де мен 3 жасымнан 8 жасыма дейін, почти 9 жасыма дейін балалар үйінде тәрбиелендім. Енді жағдай солай болып қалды, тағдыр солай болып қалды. Сол балалар үйінде тәрбиеленгендіктен көпшілік балалар ол жақта қазақ тілінде тәрбиеленіп жүргендіктен біз өзге ұлт өкілі болсақ та сол тілге бейімделіп үйренуіміз қажет болды. Сол уақытта үйреніп қазақ тілінде еркін сөйлеп бастадым. Және де мектеп, универдің барлығын, өмірімнің барлығын осы қазақ тілмен байланыстырып, әлі күнге дейін солай қазақ тілінде сөйлеп келемін. Оған өкінбейсіз бе? Қазақ тілінде сөйлегеніме ба, әлде балалар үйіне түскеніме ба? Жоқ, қазақ тілінде сөйлегеніне. Жоқ, өкінбеймін, өйткені қазақ тілі мен үшін өте көп мүмкіндіктерді ашты. Қазақ тілі менің өмірімдегі андай жарқылдаған бір күн болады ғой, күн нұры сияқты болып келе жатыр әлі күнге дейін. Өйткені осы тілді білуімнің арқасында мен үшін негізі көп мүмкіндіктер ашылған. Адамдар үшін мүмкіндіктер ашылады, өзіміз оны пайдаланамыз, пайдаланбаймыз, оны өзіміз шешеміз де. Сол қазақ тілі мен үшін жақсы бір жарқыраған күн нұры десек болады. Ал қазақ тілі сіз үшін қашаннан бері ерекше бір сондай жарқыраған күн сияқты бола бастады? Байқадыңыз ба? Қай кезінен бастап? Бірден емес, өйткені басында бізге қазақ тілін сендер білу керексіңдер, барлық балалармен бірге сөйлеу керексіңдер, бірдей сөйлеу керексіңдер деп аз уақыт мөлшерін берген. Мысалға 1-2 аптада біз уже қазақша жақсы сөйлеуіміз керек болды. Сол кезде мен ойлайтынмын да, неге бәрі қазақшадан бөлек орысша біліп тұр ғой, неге бізге уақыт бермейді үйренуге, бізде енді баламыз ғой деген сияқты 3 жасар қыздың ойында уже сондай ойлар болды да. Мен қатты жыным ұстайтын, білмеймін неге екен, не үшін бізге по сути былай күштеп үйретіп жатыр ғой. Адам тіл үйренсе өз еркімен үйрену керек деген ойлар болды. Бірақ кейін
балалар үйінен алып кеткеннен кейін менде таңдау болды: орыс сыныбына барамын немесе қазақ сыныбында оқуымды жалғастырамын деген сияқты. Сол кезде ойладым, бұрынғы нәрселерді ұмытып кету үшін бәлкім өмірімді орыс тілімен жалғастыра беруіме болады. Андай өзім ұмытқым келген нәрселерді ұмытуға бәлкім септігін тигізеді деп. Бірақ ойлана келе, ой жоқ, қазақ тілі өмірімде ерекше орын ала бастады. Мен осы тілде өзімнің еркіммен ешкімнің күштеуінсіз өзім-ақ жалғастырғым келетіндігін түсіндім. Сосын әжеме айттым, мен қазақ сыныпқа барамын, болашақта білмеймін не боларын, бірақ оқуымды қазақ мектебінде, қазақ сыныбында аяқтаймын деп айттым. Ал балалық шақта немесе мектеп жылдарында бір сен қазақ емессің, орыссың деген сөздер естідіңіз ба? Иә, өте көп. Сол жайында видеода түсіргем, скоро лям жинайды десе бұйырса. Иә, балалар енді қазіргі таңда да, жалпы бұрынғы кездерде де негізі балалардың тарапы, ол жасөспірімдердің қатары қатыгездеу болады да. Сол жақта жүрген. Менің мектебімде де, сыныбында да орыс оңбаған, он шошқаға тоймаған деген сияқты сөздер жиі айтылды. Тек қана кішкентайлардың тарапынан емес, үлкендердің де тарапынан айтылған әңгімелер көп болды. Оларды естіп, уже андай қаным үйреніп кетті ма, сондай қазір қатты мән бере бермеймін. Ал сол кезде ол мәселелер қалай әсер етті өзіңізге? Қатты әсер ететін менде болған. Менімен сыныбым бір ай бойы бойкот жасап сөйлеспеген кездер. Ұлтым басқа болған үшін ғана. Сондай кездер болды. Және де мен ол уақытта бір шамамен 5-6 сынып кезім ғой. Енді андай жасөспірім кезге аяқ басып жатқан кезім маған өте қиын болды. Андай үйге барып айта алмайсың, мысалға мен үйде мектепте былай буллить етіп жатыр деп айта алмаймын, өйткені әжем мен атам уайымдайды деген сияқты. Оны өздігінен айтатын досым да болмайтын ол уақытта. Осылай деп ешкіммен сөйлеспей өзіммен өзім жүре бердім. Сол уақытта шығар, адам өзі жалғыз өмір сүріп үйрену керек, өзі жалғыз бастан өткізетін мәселелер болады, соған үйрену керек деп үйренгенім сол кезден шығар. Ал мысалы қазақ тілін балалар үйінде сөйледіңіз, иә? Бастадыңыз, ең бастапқы сол кез болды. Бірақ балалар үйінен шыққан соң әжеңізбен, атаңызбен, мүмкін достарыңызбен қай тілде сөйлестіңіз? Қазақ тілінде ма әлде? Үйдегілермен мен орыс тілінде сөйлесемін, өйткені үйде ешкім қазақ тілін білмейді, барлығы орыс тілінде сөйлейді. Мен достарыммен қазақ тілінде сөйлесемін. Жалпы жұмыс барысы, достарыммен бір жаққа шығатын болсам, көбіне қазақ тілін қолданамын, өйткені ортам сондай уже қазақи орта болып кеткен. Ал мысалы әжеңізбен тұрып бастағаннан кейін өміріңіз қалай өзгерді? Еркелеп бастадым. Басында қиын болды енді, әрине. Өйткені 5 жыл кішкентай бала үшін негізінде өте үлкен уақыт аралығы. Қорқыныштар болды, бірақ әжем мені асырап алғаннан кейін, алып кеткеннен кейін басында бауыр басу қиын болды, өйткені бауыр басқаннан кейін не болатынын мен көрдім де. Әжемнен алыстау жүруге тырыстым. Любой нәрседен болама деп рұқсат сұрай беретін. Bir кездері әжем ренжіп жылағаны есімде. Сол кезден бастап бәрі өзгерді. Менің әжем айтатын: сен мен немеремсің ғой, не үшін сен үйтіп рұқсат сұрап жатсың? Сені алғың келе ма? Ал, жегің келе ма? Же. Саған ешкім ұрыспайды, сені ешкім ұрмайды деген сияқты қылып айтты. Сол кезде мен түсіндім, шынымен де ол өткен нәрсе өтті. Мен әжеммен тұрып жатырмын. Әжем менің өсуіме, оқуыма жағдай жасап жатыр, барынша тырысып жатыр. Сол себепті де мен де тырысу керекпін. Мен өткен күннің нелермен, өткен күнімді ойлап жүре беруге болмайды деп, сол әжеммен өмірім осылай жақсы жаққа өзгере бастады. Сосын сіз әлеуметтік желілерде бірнеше мектеп ауыстырдым дедіңіз. Сол туралы айтып кетсеңіз, не үшін қанша мектеп ауыстырдыңыз? Бұл бала психикасына әрине нашар әсер етеді ғой. Шамамен 5 мектеп ауыстырдым. Бастапқысы ол балалар үйінде мен 1-2 сыныпты оқыдым. Сол жақта оқу керек болғандықтан
Кейін мен балалар үйінен шыққаннан кейін біз Қаскелеңде тұрдық, Қаскелеңде оқыдым. Қаскелеңнен кейін біз отбасылық жағдайларға байланысты отбасымыздың жағдайы негізі қатты жақсы болмаған еді. Көшіп жүруге тура келді. Бір жалдамалы үйден екінші жалдамалы үйге. Атамның жұмысына байланысты біз Жібек Жолы ауылдық округіне көшуіміз керек болды. Ең көп уақыт аралығым өмірімдегі мен сол жерде оқыдым. Шамамен 4-ші сыныптан 10-шы сыныпқа дейін мен 6 жыл оқыдым, бірақ 6-шы сыныпта тоже перерыв болды. Менде үзіліс, мен өйткені 2-90 сол мектепте оқып, 2-90 Қаскелеңде оқып, қайтадан сол мектепке ауысқан кездерім өте қиын болды негізі. 11-ші сыныпта да атам қайтыс болғанына байланысты біз Жібек Жолы ауылдық округінен қазір тұрып жатқан Қарғалы ауылына көшуімізге тура келді. Негізі шынымды айтайын, мен үшін ол өте жаман болды. Мен онсыз да дос әрең тауып жүрдім, ұлтыма байланысты Қазақстанда оқығандықтан көп бөлінушілік болғаны үшін мен қанша жақсы тіл табысқыш адам болсам да менімен араласқысы келмейтін ортаға мен сіңісуге тырыспайтынмын. Ұнатпаймын адамдар мені, жарайды мейлі өздері көрсін деген сияқты. Сол үшін мен үшін бірнеше рет мектеп ауыстыру өте ауыр болды, бірақ білдіртпей сол кешуге тырыстым да оның барлығын. Сол бөлінудің кесірінен жалпы алғанда қазақ халқын жек көрмедіңіз ба? Жоқ, өйткені мен андай нәрсеге қарсымын. Сен бір жаман адамды көресің да бүкіл ұлтты жамандайсың. Ол нәрсе дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі біз 21 ғасыр бойы айтылып келе жатқан нәрсе, ол жаман ұлт жоқ, жаман адам бар. Мен соны кішкентай кезімнен көріп өстім, өйткені қазақ ұлтынан маған жақсылық жасаған адамдар аз емес. Өте көп маған көмектескен, әжеме көмектескен, біздің отбасымызға көмектескен, қонақжайлығын білдірткен өте көп адамдар бар. Әлі күнге дейін ондай адамдар бар. Бірақ әлі күнге дейін жаман хейт айтатын, жамандайтын, өлім тілейтін адамдар да өте көп. Өйткені 8 миллиард адам болса, 8 миллиард пікір бар, оны ұлтқа қатыстырудың қажет жоқ сияқты. Ал сіздің мектептегі жетістіктеріңіз туралы айтып кетсеңіз, әлеуметтік желіден мен сталкерге емеспін, бірақ бәрін қарап шықтым. Оны да айтып кетсеңіз жалпы. Жарайды, сталкер емес болсаңыз. Онда айтамын, иә. Онда айтайын. Мектептегі жетістіктерім енді көбіне қазақ тілінде сөйлейтін өзге ұлт өкілі болғандықтан мені мұғалімдер жиі жарыстарға жіберетін, өлең мәнерлеп оқуға немесе білмеймін, бір жаққа барып жүргізуші болып келуге деген сияқты. Мен көбіне мәнерлеп оқуға жарыстарға баратын. Талдықорғанға бардым, Мұхтар Шахановтың жарысына, сосын Шымкентте Мұқағали Мақатаевтың оқуларының жарысы болған, сол жаққа бардым, Астанаға бардым, Ақтөбеге батырлар жырын бойынша бардым. Бармаған бір нелерім жоқ, олимпиада жоқ, бүкіл жерге өлең оқу керек па, сен миың жетеді, жаттай саласың деп күні түні 1400 бет Қобыланды батыр жырын жаттаған кезім әлі есімде. Құдай сақтасын, қазір қалай жаттадым, уақыт қайдан таптым деп қоямын ғой. Солай. Ал ұбт тапсырдыңыз? Иә. ұбт негізі мен андай сол уақытта дайындайтындай бізде қаражат болмады. Мен бір курсқа барып жазылуым үшін негізі мен тарих пәні мұғалімі болғым келген, бірақ өзім морально түсіндім да, мен өзім дайындалсам да, дайындалғым келсе де, өзімнің физически мүмкіндіктерімді түсіндім. Өзім жалғыз біреудің мотивация беруінен тыс, бір ортада жүргеннен тыс мен дайындала алмайтындығымды түсіндім де, өзім үшін ең қарапайым сол уақытта ыңғайлы вариант шығармашылық емтихан тапсырамын деп шештім. ұбт-ға тек қана 2 пәннен дайындалдым. Ол Қазақстан тарихы мен оқу сауаттылығы өздігімнен дайындалдым. Сосын журналистика мамандығы бойынша оқуға грантқа түстім, солай СДУ университетіне. Өзіңіздің таңдауыңыз ба әлде? Журналистика ма? Иә, негізі үйдегілер қарсы болды. Журналистика ол саған нан алып келмейтін мамандық. Мектепте де, универде бізде айтатыншы, мұғалімдер ең негізі енді андай өзіме тиетін ағайлар, апайлар өздері сол салада жүріп неге бүйтіп айтады екен деп ше. Ең кедей адам бұл журналист, если ол еще тем более адамдарды ойлап жүретін болса деген сияқты қылып айтатын еді. Сосын мен ойлайтын, келе ма негізі? Өздеріңіз істеп жүргендеріңізбен бізге үйретіп жатқандарыңыз, сосын бізге ағайлар, апайлар айтатын, өсесіңдер,
диплом аласыңдар, жұмысқа кіресіңдер, түсінесіңдер дейді. Сосын деген жарайды деп жүрдік, солай бітірдік. Ал университетке түскенде сіз қазақ бөліміне түстіңіз, дұрыс па? Сол кездегі группаластарыңызбен ара қатынасыңыз қандай болды? Группаластардың жандарым ғой менің. Вообще андай именно группаластарыммен менде андай бөлінушілік деген сезім болмады. Өйткені бәрі мені жақсы қабылдады да, бәрі күшті таңғалып, керісінше мә Алина қазақшан біздікінен күшті ғой деген сияқты андай сөздер болды. Мені біреу ренжітсе де айт, барып сөйлесіп келеміз, өзіміз шешіп келеміз деген сияқты андай бөлінушілік универде мен мүлде сезінген жоқпын. Бәлкім біздің универ сондай болғаннан кейін шығар. Біздің универде түрлі ұлт өкілдері оқи береді, әртүрлі тілде сөйлесе де араласа береді. Сол себепті андай өзімді жақсы сезіндім универде. Және мүмкін балалардың несінен шығар. Мысалы, мектеп кезінде балалар қатыгездеу дейді ғой. Ал осы универге келген кезде ересектер уже андай дұрыс ойлана бастайды да, өзінің мнениесі пайда болады деген сияқты. Бәлкім содан шығар. Балалар кішкене қателездеу. Оған келісемін енді. Сосын тағы бір мәселе, сіз әлеуметтік желілерде жас кезімнен бастап жұмыс істей бастадым дедіңіз. Сол туралы да айтып кетсеңіз, неше жастан бастап жұмыс істедіңіз, қайда жұмыс істедіңіз деген сияқты? Мен өзімнің жұмысымды негізі теплицада жұмыс істеп бастағанмын. Біздің енді жалпы қаржылай жағдайымыз өте төмен болғандықтан әкем ауырды, атам ауырды деген сияқты, әжем өзі жалғыз, еще квартирада тұрамыз, оның барлығын алып жүру әжеме қиын болды. Сол себепті мен мектептегі өзім хотя формама, тағы бірдеңке деген сияқты сондай нәрселерге ақшамды жинап бастайын деп ойлап, басында бір үй жақтағы бір әжеге көмектесетінмін, қарап деген сияқты. Ол әженің балалары маған 4000 теңге ма беретін еді, мен 3 сағат қарағаныма. Соның өзін көп ақша көретін. Кейін теплицаға кірдім. Теплицаға кіргенде андай, мен кішкентайым ғой, мені алуға болмайды оларға, енді олар положенияға кіріп жарайды, жұмыс істеп жүре беріңіз, бұлай ақшаңызды береміз деп сөйтіп, содан 20 000 теңге тапқаным есімде. Солай ақырын өзімнің жұмыс істеу жолымды бастадым. Содан бастап әлі күнге дейін жұмыс істеп келемін. Қазір сізді көптеген брендтер шақырып жатыр, реклама жасауға. Оған қалай келдіңіз? Қалай танымал болдыңыз? Енді ең басты мәселе, ең басты сұрақ. Қатты танымалмын деп айта алмаймын, бірақ шүкір. Оған келгенім негізі сол тәуекел ету ғой. Әр адам, маған көп адамдар айтатын, Алина, сенің айтарың бар, сенің көрсетерің бар, сенің түсіндірерің бар деген сияқты, неге блог жүргізбейсің? Қазір андай жақсы емес па, қайта қазақша сөйлейсің, қазақ тілін насихаттайсың деген сияқты. Сол кезде ойланатын едім, мен сізде қазақ тілін насихаттап жүрген адамдар былай жетеді ше. Мен ол жаққа қазір қосылсам, тым пайда көрмеймін да, возможно мен деген просто лишний болатын шығарым деген сияқты ойладым. Бірақ бір мезеттері менде андай прям ішкі выгорание болды. Мен СММде де жүргім келмейді, уже клиенттермен арпалысып шаршап кеттім. Официальный 5-2 графикпен жұмысқа да менде аса бір қатты талпыныс болған жоқ. Сол кезде ойландым, может мен ішімдегін ешкімге айта алмаймын, бәлкім мен блог арқылы шығарайын деген сияқты. Бірақ сол блогқа енді кіру керек болды. Конечно, мен мүмкін болған бүкіл хуктарды, мүмкін болған өмірімдегі андай хайповать етіп жүр бұл дейтіндей оқиғаларды қолдандым. Шыны керек өтеді деп ойламадым. Соншама адамның қолдауын алам, тіркеледі деп ойламадым. Кейіннен маған бір жерге келіп съемкаға түсуге ұсыныстар түседі, немесе сұхбатқа адамдар шақырады деген сияқты ой келмеген, бірақ барлығы біз ойлағандай бола бермейді екен дегенді осы жерде түсіндім. Сізді көбінесе қазақ тілінде реклама түсіруге, жарнамаға түсуге шақырады, ең алғашқы осындай ұсыныс қашан келді сізге? Ең бірінші? Ең алғашқы блог жүргізіп бастағаннан кейін 2 күннен соң келді.
еще именно андай қазақ жігітке тұрмысқа шығамын деген видео өтіп кетеді да. Содан маған деген сразу атын айтпай ақ қояйын, қандай жер екен. Маған айтады, сіздің осы сөзіңіз ұнады, пожалуйста, бізге келіңізші, осы сөзді қолданып рекламаға түсіңізші деп. Мен ойладым, қалай болады екен сіздердің өнімдеріңізбен менің қазаққа күйеуге шыққаным қаншалықты екеуі бір-бірімен байланысады десем, ой, өзіміз келтіріп аламыз, бастысы келіңіз деп шақырды. Сол кезде мә деп андай бүйтіп қалдым. Енді неше түрлі адам бар, может өздерінің вкустары сондай шығар деп, бірақ қуандым. Қазір де сол жарнамаларға шығып қазақ тілінде насихаттап жатырсыз, иә, қазақ тілін? Анда-санда, иә, қазір енді денсаулығыма байланысты қатты блог жүргізіп жүрген жоқпын, кішкене тоқтаттым. Сторис қана салмасам, бірақ соның өзінде ұсыныстар келеді. Сол ұсыныстар бойынша анда барлығына бірдей де бара бермеймін, себебі өзімнің жеке принциптарым бар. Принциптарыма қарама-қайшы келетін болса, мен енді сыпайы түрде кешіріңіз, мен түсіре алмаймын бұл өнімді деген сияқты қылып жауап қайтарамын, бірақ көбіне өзіме ұнайтын жағымды нәрселер болса, өнімдер деген сияқты шынымен де адамдарға пайдасын алып келетін, онда солармен андай ынтымақтастық жасауға тырысамын. Қазақ жігітіне тұрмысқа шығамын деп едіңіз ғой. Мен де соны айта салайын. Жігіт әлеуметтік желілерде жігітің бар деп айтып едіңіз. Сол туралы да айтып кетсеңіз, ол қазақ жігіті, иә, қателеспесем? Болған ол уақытта. Қазір бірақ жоқ. Сталкер емессіз ба деп біліп қоймайсыз ба деп. Иә, енді өмір ғой, қосыламыз, айырылсамыз деген сияқты. Солай болып қалды жағдай, сол себепті қазір біз бірге емеспіз, айырылысып кеттік. Бірақ соның өзінде мен әлі вкусым өзгермеді, солай қазақ жігітке тұрмысқа шығамын деп жүрсің деп па. Ойым өзгерген жоқ десе. Иә, айтып тұрмын ғой, адамға байланысты ғой ол. Мен бір адам жаман екен или бір адам маған не то жасады екен деп мен бүкіл ұлтты кінәлай алмаймын. Сол себепті әлі күнге дейін деп солай енді. Ал мысалы бір кезде күмәнмен қарағандар болса, бүгінде сізді үлгі тұтандар бар. Осы өзгерісті қалай қабылдайсыз? Мен қуанамын. Негізі өмірімде бұрын атам айтатын менің, сен біреуге пайдаң тимесе де зияның тимесін деген сияқты қылып. Оны мұғалімдерім де айтатын, сол сөзді ойлайтынмын. Ойлап жүріп, жоқ, неге менің пайдам тимесін? Тисін пайдам деп андай өзімше мінезім сондай да. Мен деген керісінше сөйтіп айтатын едім. Сосын қазір енді қазақ тілінде контент сала бастағаннан кейін көп қазақ тілді адамдардың, қазақтардың жылы лебізін оқимын да. Мә, шынымен біздің тілді дамыту керек қой, үлес қосып жатқаныңызға рахмет деген сияқты. Сол кезде расымен де қуанам, елімізде қазақ тілдің дамуына үлес қосып жүргенім үшін. Я бір керемет күшті бір жаңалық ашқан жоқпын, ғарышқа ұшқан жоқпын, бірақ десе де өзіміздің мемлекеттік тілдің дамуына кішкене болсын атсалысып жүргеніме өте қатты қуанамын. Және сол пікірлер, сол сізге мотивация болған сияқты ғой, иә? Иә, көп адам жазды, сіз курс ашпайсыз ба деп, андай өзге ұлт өкілдері жазды. Сіз курс ашпайсыз ба, қазақ тілін үйретпейсіз ба, сіз сияқты сөйлегіңіз келеді деген сияқты. Сол кезде андай біреулер айтатын, ашып жібере салсай қиын емес қой деп, бірақ ол менің жұмысым емес, менің миссиям емес та. Мен адамдарға бір нәрсе үйретуге тырысқанмен ол өзінің сол ісінің маманы болу керек сияқты. Менің арқамда мотивация алып басқа біреуге барса да қазақ тілін үйренемін деген ниетпен, бұл мен үшін уже бір жақсы жағынан жақсы көріністе. Если мен біреудің қазақ тіліне деген махаббатын ашсам, мен үшін ол жақсы бір жетістік деп ойлаймын. Бірақ курс ашу әлі ойымда жоқ дейсіз ғой. Қорқыныш бар, өйткені мен негізі мұғалім емес сияқтымын. Жоқ, негізі ең бастысы тәжірибе ғой, практика ғой. Дұрыс түсіндіру, дұрыс жеткізу деген сияқты. Негізі маған көп адам айтады, сен жақсы мұғалім боласың, сен адамдармен жақсы тіл табысасың, түсіндірген де жақсы деп. Мен мысалға ұбт-ға дайындалған кезде өзімнен бөлек еще сыныптастарымды да ұбт-ға дайындағам ше, Қазақстан тарихынан. Сол кезде бәріне түсінікті болған. Маған айтады, сен өзіңді просто бұл қырынан ашпай жүрсің да, мүмкін ашып көресің деп. Енді білмеймін, мүмкін болашақта екінші жоғарғы білімді алып жатсам, бәлкім мұғалім болып оқып көрем ба деп ойлап жүрмін. Бұйырсын. Бұйырсын.
Қазір сіз өзіңізді жеке бренд ретінде қалыптастырып жатырсыз, иә? Оның негізгі мақсаты не? Мысалы, табыс табу ма, әлде жай ғана қызығушылық па, өзіңіздің қалауыңыз ба, әлде қалай? Негізі о басында мен блог жүргізіп бастаған кезде мен табыс табамын деп ойладым. Бірақ ол розовый очким бүйтіп сынды. Өйткені қазіргі заманда сен блог жүргізіп бастасаң да, сен ұсынатын, адамдар сенетін белгілі бір өнім болу керек. Сосын мен деген ойладым да, андай сол сәтте сол сөзді естігеннен кейін мен кішкене андай мақсатымды жоғалтып алған сияқты болдым. Бірақ кейін түсіндім. Жоқ, мен блогты ақша үшін бастаған жоқпын. Мен блогты өзімнің шынымен де ішімде жиналып қалған нәрселермен халықпен бөлісу үшін бастадым. Ол маған жеңілдік алып келеді. Ол маған мейлі ақша алып келмей қойсын, бірақ мен андай босап қаламын да іштей. Мен жалғыз емеспін, сол нәрсені сезінемін. Өйткені кішкентай кезімнен бері мен жалғыздықта өстім ғой, енді досым жоқ, сырласым жоқ, тағы бірдеңке деген сияқты. Сол уақытта мен адамдардың қолдауынан өзіме бір емес мыңдаған дос таптым деген сияқты сезіндім де, сол кезде фокусым менде ақшадан емес, өзіме деген қызығушылықтан, өзімді жаңа қырымнан ашудан, өзімді өнім емес, өзімді бренд ретінде қалыптастырудан бастады. Сол кезде мен фокусым өзгергеннен кейін маған уже ұсыныстар түсіп бастады. Сонда түсіндім, адам фокусты ешқашан ақшаға қоймау керек, өйткені ақша ол тұрақсыз нәрсе негізі. Если сен реально өзің жақсы көріп жүрген ісіңмен айналыссаң, ақша өздігінен саған келеді, Құдай қаласа. Сол. Иә, өте дұрыс айтыңыз. Енді осындай сұрақ болып тұр да. Сіз алдында ауызашарға бардыңыз. Сондай видео салдыңыз. Енді қазір аумин бұйырса деп жатырсыз да. Сіздің дініңіз қандай? Жалпы, қандай дінді ұстанасыз? Жалпы бұл нәрсе андай қиын нәрсе үшін туысқандарым қазақша түсінбейді ше, бірақ түсініп қойса деп. Негізі енді ладно айта берейін, шынына келген кезде менің үйдегілерім, олар менің ислам дінін қабылдағанымды білмейді. Олар мен христиан дінінде жүр деп ойлайды, өйткені кішкентай кезімнен мен сол дінде өстім деген сияқты. Бірақ мен ислам дінін қабылдағаныма 5 жылдай болды. Мектеп бітірген шақта өз еркіммен, өзімнің қалауыммен қабылдадым. Оған бір ешкім мені күштеп, ешкім маған деген білмеймін, андай қабылдасаң өлесің деген сияқты нәрселер айтқан жоқ. Мен бір кездері маған бір осознание келді. Мен реально осы дінде бақытты боламын деген сияқты қылып Алланы танысам, мен дұрыс жолда келе жатамын деген сияқты менде бір түсінік қалыптасты мойымда. Сол уақытта мен қабылдадым шешімді. Бірақ үйдегі енді әжем менің үлкен кеңес дәуірінде өмір сүрген адам болғандықтан оның ойлау қабілеті андай болды, бітті, сен дініңді саттың ба, ертең ұлтыңды да сатасың деген нәрсе болғандықтан әлі күнге дейін айта алмай келемін. Ораза ұстаймын, әжем біледі, сәресіне оятады, ауызша жасап береді, бірақ ол ойлайды мен арықтау үшін ұстап жүрмін деп. Сосын енді мен оған түсіндіре алмаймын, сол себепті мейлі жарайды, солай ойласаң ойлай ғой енді деймін, басқа не деймін білмеймін, просто аз білсең жақсы жатасың деген бір мақал бар еді ғой. Тура сол. Ал мысалы жалпы қазақ тіліне қатысты бір қызық, есте қаларлық немесе күлкілі бір жағдай болды ма? Болады, жиі бір болады. ерекше жағдай, соны айтып кетсеңіз. Көп адамдар мен көреді, здравствуйте деп амандасады, мен сәлеметсіз бе деймін, сосын екеуі бүйтіп қарап қалады да, сосын бір-бірімізге бүйтіп қарап қаламыз, сосын деген бүйтіп қарап қалады, сен қазақсың ба, орыссың ба, сұрауға ұялып тұрмын деген сияқты жағдайлар болады. Сосын сондай кездері қатты андай күлкілі болып кетеді да, неге олай екен деп. И жұмыс істеп жүрген кезде менде бір рет бөліскенмін осы оқиғаны. Мен қазақша сөйлегенім үшін қазақ кісі мені соттағысы келді, өйткені мен онымен қазақша амандастым деген сияқты. Өйткені ол өзі қазақ тілін білмейді екен да. Енді бірақ жағдай былай болатын, онымен мен қазақша амандасқандай естілді да, маған түріне қарасам қазақ сияқты. Клиент болғаннан кейін сәлеметсіз бе деп келсем, здравствуйте дейді, сосын жарайды, орысша амандасты. Мақұл, әңгімені орысша жалғастыра берейік десем, маған бүйтіп қарап тұр, сосын енді не болды деп сұрасам, сосын мен қазақша білмеймін дейді да, сосын мен айттым, енді
дедім орысша сөйлеп тұрмын десе, жоқ, сіз мені высмеиваете, күліп тұрсыз үстімнен, неге сіз өзіңізді андай күшті санап тұрсыз менен деген сияқты әңгімелер айтып, үстіне жалобы, претензия жазып, бұл деген, в общем, соттаймын мен сені, бүйтем сөйтем деген әңгімелер көп болды. Сол негізі өте күлкілі жағдай, былай алып қарасаң адам ойына кіріп шықпайды, бірақ сондай адамдар бар екен. Қызық екен. Өте қызық. Сонымен қалай шештіңіз бұл сұрақты? Шешеді дегенде, ол уақытта мен Магнумда жұмыс жасап жүрдім, и мен бастығым сол уақытта өзі в шоке болып қалды, кішкене андай біртүрлілеу екен деп, бірақ кейін сотқа дейін барды ма, сотқа дейін жеткізбеді ма, мен әйтеуір оны білмеймін. Менің артымнан уже менің араласуымнан тыс біздің директор ол мәселені шешті, еш нәрсе етпейді, нормально барлығы деп айтты. Бірақ андай тілге, ұлтқа тиіскен көп клиенттер болды негізінде. Келіп алып бетіңе камераны тақап түсіретін, сөйле қазақша, сөйле деймін саған, сөйле деген сияқты қылыпшы. Ондай жағдайларда енді біреу үшін қорқынышты болса, мен үшін ол күлкілі жағдайлар, өйткені басымнан көп рет өткен. Солай. Ал қазақ тілінің ең сүйікті, өзіңізге ұнайтын үш сөз айтып кетсеңіз. Бұл мен бөліскенмен, иә? Білесіз, Сталкер, айттым ғой, сталкер емеспін деп. Негізі қазақ тілінің көп сөздері әдемі, бірақ мен үшін ең андай ұнайтын соң андай сөздердің бірі, инстаграмдағылардан тыс айта берейін, жаңалық болсын деп. Ол біріншісі айналайын. Өйткені айналайын деген сөз туралы Олжас Сүлейменов өлең жазған ғой, айналайынды қазақтардан басқа ешкім түсінбейді деген сияқты. Бірақ мен орыс болсам да, сол сөзді түсінгеніме қатты қуанам да, сол үшін мен үшін сүйікті сөздерімнің бірі. Сосын шексіздік деген сөз мен үшін өте әдемі естіледі. Білмеймін, андай құралуынан ба, әріптерінен ба, білмеймін, менің құлағыма өте жағымды естіледі де, шексіздік десем бір күшті, бір андай сөз елестейді. Мағынасы бір терең болып елестейді шынымен, иә. Үшінші сөзге келетін болсақ, маған негізінде қандай сөздер көп, ұмытып қалам осындай кезде. Ана деген сөз ұнайды. Именно негізі орыс тілінде де мама бар ғой, бірақ қазақтарда мама деп сөйлей береді, бірақ именно ана деген сөзде андай кәдімгідей жылулық бар да, ана сүтімен дарыған, ана деген сөздер мен үшін андай бір күшті, бір андай құлағымды бүйтіп, андай нетіп кететін, жылы лебізбен өтіп кететін жел болады ғой. Сосын сол сияқты естіледі маған. Сол себепті осындай кейде жазып жүрем өзіме ұнайтын сөздер деп. Шамамен бір 35 шақты сөз бар, қазір есіме түсіріп жазған, бірақ негізі одан да көп сияқты. Сосын сол сөздермен не істейсіз? Білмеймін. Бәлкім бөлісіп, ақырын бөлісіп, біреулердің сол сөздерді үйреніп, қазақ тіліне деген махаббатын ашатын шығармын. Болмаса Алинаның сүйікті сөздері деген, қазақ тіліндегі сөздері деген жаңа сөздік жаңа сөздік, иә. Тура сонда арасында ең соңғы болып 35-ші Алинаның сөзі деп тұрып қанағаттандырылмағандықтарыңыздан да қосып жіберуге болады. Иә, қызық екен. Оған қоса поэзияны жақсы көретін сияқтысыз ғой. Бірде-бір олимпиададан қалмағандықтан поэзия жалпы қандай қазақ тілді жазушы ақындарды тыңдайсыз, немесе өлеңдерін жақсы көресіз? Сізге қандай шығармашылықтың қай жанры жақын? Маған негізі поэзияның лирика көбіне жақын. Сол үшін мен лирик ақын Мұқағали Мақатаевты кішкентай кезімнен бері өте жақсы көрем. Кішкентай кезінен бері оның жарыстарына ғана битіп қатсам, ал былай кейін андай қатыса салшы деген жарыстарда былай қатыса салатыным бар. Сосын оған Мұхтар Шахановтың шығармашылығы қатты ұнайды. Кейбір кісілер айтады, андай прям қатты шындықты бұлш-бұлш етіп айтатыны бар дейді да, енді сонысымен қызық қой. Және де Мұқағали Мақатаевқа келетін болсақ, енді лирик ақын болғандықтан оның өлеңдері менің құлағыма өте жағымды естіледі. Өмірдің әртүрлі кезеңдері, махаббатты өте, отанды, қазақ тілі туралы, тіл туралы барлығын өте жақсы сипаттайды. Мұхтар Шахановтың ұнайтыны ол ұйқастарды әдемі қолданады. Андай барлығымызға үйреншікті ұйқас түрлер емес, ол андай шынымен сен сөйлесіп тұрғандай андай бір күй кешесің да, мысалға отырар поэмасы көбісі оқыса андай байланыспайды деп ойлайды, бірақ өте жақсы байланысады.
мағынасымен байланысты. иә ол андай Ұйқаспен емес, мағынасы. отырарда Шыңғыс ханның несін сипаттайды да, Шыңғыс ханның өзінің баласына деген ұрысқанын, сен андай отырардың қақпасын жаулап ала алмадың деген сияқты андай әңгіме болып естіледі. Ол ұйқасып тұрған андай қара өлең сияқты ұйқас емес, кәдімгідей әңгіме айтып жатсың ғой, сол сияқты елестейді да, бірақ андай көбісіне үйреншікті болмағандықтан жаттау қиын. Ал қазір көрермендерге бір өлең оқып шықсаңыз, қарсы болмасаңыз, Мұқағали Мақатаев болсын, басқа жазушы ақын болсын. Мұқағали Мақатаевты оқып бере берейін. Жалпы жаңа келе жатып, как раз оқып қалған бір өлеңім бар, есіме түсіп мектеп кезде жаттайтынбыз. Мұқағали Мақатаев: ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам, болмайын сол аман ба. О, тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрегі еттен бе, әлде қоладан ба. Ғашықпын, қайтып оны жасыра алам, бір алтын оның әр тал шашмаған. Сағынайын, таусыла сағынайын, сағынышқа жаралған ғашық адам. Күшті. Рахмет. Жарайсыз. Мен аса қуаныштымын. Жалпы, Алина ханым, егер бала күніңіздегі кішкентай Алина бүгінгі өзіңізді көрсе, не айтар едіңіз? Мен берілме деп айтар едім. Өйткені көп жағдайда мен кішкентай кезімде қолымнан келмейді деп ойладым. Неге мен басқалар сияқты андай өмір сүріп жүрген жоқпын, менде мүмкіндік жоқ, мен оқи алмаймын, мен жұмыс істей алмаймын деп ойлар көп болды. Бірақ қазір, егерде қазіргі 22 жасар мен сол кішкентай кездегі тіпті балалар үйіне енді түскен Алинаны көретін болсам, мен тек қана әрекет ете бер. Тек қана әрекет, тәуекел ете бер, ешқашан қорықпа. Бұл өмір қорқу үшін тым қысқа. Сен қорқамын, қолымнан келмейді деп жүргенде, басқа біреу оны жасап қойып жатыр да. Сенің ойыңа келген нәрсені сен жасай алмасаң, оны басқа біреу жасайды да, сен өкініп қаласың. Өмірді өкінішпен өткізу ең жаман нәрсе. Сол себепті сен минусқа кетесің ба, білмеймін, қатты шаршап, талып, ұйқыны аңсап кетесің ба, бірақ ол нәрсеге қарамастан, ертең жұмысыңның жемісін бәрі бірде көресің. Өйткені Құдай әділ, Алла әділ, ол әділдігін бәрі бірде береді. Сен әрекет ете берсең, сол әрекетінің жемісі ертең болмаса 1 жылдан кейін, болмаса 5 жылдан кейін ол нәрсе көрінеді да. Сол себепті тоқтамай баса бер. Болды. Осы нәрсе менің кішкентай кезімде керек болды. Маған ешкім айта алмады олай. Мен өзім ол нәрсеге келдім да. Сол себепті егер менің кішкентай кездегі өмірімді жеңілдету керек болса, осы сөздерді өткен шаққа жібере салатын едім да. Әрекет еткенге берекет бар деген сияқты. Дәл солай. Ал егер керісінше болса, сол кішкентай Алина сізге қарап не айтар еді деп ойлайсыз? Денсаулығыңа қара. Сен жұмыс істеп жатсың, жұмыс істеймін деп, өзің туралы ұмытып кетіп жатсың. Өзгелерді ойлаймын деп, өзіңді ұмытып жатсың деп айтар еді, егер қазіргі жағдайымды көрсе. Өйткені шыны керек, кей жағдайда жұмыс істеймін, арман мақсаттарыма жетемін деп, денсаулығыңа қарамайсың, шаршап жатсың ба, білмеймін, тағы бірдеңке болып жатыр ма, әйтеуір жұмыс. Жұмыс істеген дұрыс, тоқтамай әрекет еткен дұрыс, бірақ ең бірінші кезекте сен қашан тоқтамай әрекет етесің, өзіңнің ішкі жағдайың, өзіңнің денсаулығың жақсы болып тұрған кезде. Мен блог жүргізіп бастаған кезде өте қатты слишком басып қойдым ше. Сол ауырып қалып, әлі өзіме дұрыс келе алмай жүрмін да. Сол уақытта түсіндім. Сен қанша дегенмен сен басып бара жатсаң да, жолыңда келе жатқан бүкіл қамал бөгеттерді сен бүйтіп шашып жатсаң да, егер сенің одан кейінгі өміріңді сүруге шаман қалмаса, онда үйтіп басып та керек емес қой. Оны қазір түсіндім де, енді қазір көбіне денсаулығыма көңіл бөліп жатырмын, кішкене сауығып алғаннан кейін, ары қарай уже андай белгілі бір шекті біле тұра уже әрекет етем деп отырмын. Ал мысалы кішкентай Алина қазіргі Алинаға қараса мақтанар ма еді? Меніңше мақтанар еді деп ойлаймын.
Өйткені мен шыны керек өзімді өте қатты сөгетін адаммын да, бірақ өзімнің жеткен жетістіктеріме дұрыс қарай алатын адаммын. Кейде өзіме айтам, сен недостаточно жұмыс жасадың, жеткіліксіз деген сияқты. Бірақ егер де сол кішкентай Алина қазіргі маған қараса, шынымен де бір күшті бір пентхаус алмаса да, бір машина мініп жүрмесе де, адал еңбекпен жұмыс істеп, адамдардың ақысына кірмей жұмыс істеп жүр, өзінің нанының ақшасын өзі тауып жүр, онымен қоса әжесін де қуантуға ұмытпайды деген сияқты қылып мақтанар еді. Өйткені менің кішкентай кезімдегі ең басты арманым, ол менің әжем не қаласа мен соны бере алатындай болуым еді. Қазір енді шүкір өзімнің мүмкіндігіне байланысты сұраған нәрсесін бере алатындай деңгейдемін. Енді прям күшті емес, бірақ сонда да шүкір ақырындап әрекет етіп жатырмын. Шүкір. Енді Алина ханым, соңғы сұрақ болсын. Қазір дәл қазіргі уақытта бізді көріп отырған жастардың арасында өзін қоғамда бөтен санайтындар, тіліне, ұлтына немесе жағдайына байланысты қоғамнан бір, білмеймін, қорлық көретіндер немесе оларға қысым көрсету арқылы бірдеңе жаман әрекет жасаған адамдарға және сол әрекеттерді мойындаған адамдарға не айтар едіңіз? Жалпы айтқанда осы камераға қарап көрермендерге жалпы айтып кетсеңіз. Жалпы, құрметті көрермендер, досым сияқты сөйлесейін. Менің жасым әрине ақыл жетуге, ақыл айтуға жетпеген болуы мүмкін, бірақ енді әр адамның өзінің өмірі, әр адамның өзінің тағдыры және де одан алатын сабағы бар. Біз осы нәрсені есте сақтауымыз керек. Әр адам ол әрбір тағдыр. Біз басқалардың ойымен, басқалардың сөгіп, басқалардың әңгіме айтып жүргенмен жүре берсек, біз өзіміздің қалағанымызға ешқашан жете алмаймыз. Бағана мен айтқандай, әлемде 8 миллиард адам болса, 8 миллиард түрлі ой пікір бар. Оның біреуі сізді жақтау мүмкін, оның біреуі сізді даттау мүмкін. Бірақ ең бастысы ол сіздің ішкі сезіміңіз. Егер де сіз осы бағытта жүремін, осы іспен айналысамын деген ойды дұрыс деп санасаңыз, онда басқалардың сөзіне құлақ аспауға тырысыңыз. Беретін кеңестерге бәлкім құлақ асу керек шығар, бірақ өзіңнің мақсатыңнан тайдыратын нәрселерді жасамаңыздар. Өмір онсыз да қысқа, өкінішпен өткізудің қажеті жоқ. Өмірді жақсы көру керек, өзіңізді жақсы көру керек, және де есте сақтайтын нәрсе, әрбір адам сізді қолдап жүрмейді. Оның арасында тіпті даттайтындардың арасында тіпті достарың да болуы мүмкін. Бұл нәрсеге дайын болу керек. Өйткені өмір сондай. Бір адамға байланып жүре беруге болмайды. Бір жақын танысын, досың, туысың бере алмаған саған қолдауды басқа адам, бөтен адам бере алады да. Сол нәрсені қабылдап білу керек. Сол кезде өмір жеңілірек болады. Өмірді қиындататын өзіміз, жеңіл қарайық өмірге. Көп рахмет, Алина ханым. Өте күшті сөз айттыңыз. Рахмет. Сізді келе жатқан әйелдер күнінен Барыс медиа ұжымы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Сізге ауызашарға. Рахмет. Жалпы, құрметті көрермендер, егер бүгінгі сұхбат сізге ұнаса, ой салса, пікір қалдырып, лүпіл басып арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Және де әрине Алина ханымды қолдап, пікір жаза кетіңіздер. Оқып бір мотивация өзіңе алсын, блог жүргізіп, ары қарай күшті көрсеткіштер көрсетіп, өз мақсатына жетсін бұйырса. Рахмет үлкен. Шақырғандарыңызға рахмет. Уақыт бөліп келгеніңіз үшін рахмет. Келесі кездескенше, құрметті көрермендер.